Баршаңызға сәлем. Бүгін қысқа арналған күздік салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қиярымызды 2 сағаттай салқын суға салып қоямыз. Пиязымызды 2-ге бөліп, жіңішке қылып турап аламыз. Енді турап болған пиязымызды араластыруға оңай болу үшін үлкенірек ыдысымызға саламыз. Енді сәбізімізді жіңішке қылып турап аламыз. Үлкен ыдысымызға, яғни пиязымыздың үстіне саламыз. Орам жапырағымызды жіңішке етіп турап, жеке ыдысқа салып, үстіне тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, сөйлі шыққанша қойып қоямыз. Енді қиярымызды өте қатты жіңішке емес етіп турап аламыз. Турап болған қиярымызды сәбізіміздің үстіне саламыз. Енді қызанағымызды өте жіңішке емес қылып турап аламыз. Қиярымыздың үстіне саламыз. Енді бұрышымызды дәл қызанақ секілді турап алып, ыдысымызға, яғни қызанағымыздың үстіне саламыз. Енді видеодағыдай сарымсағымызды турап аламыз. Сосын бұрышымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне орам жапырағымызды сөлімен қосып саламыз. Сосын тағы да жақсылап араластырамыз. Суымызға сірке қышқылын қосып, салатымызға қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепт описаниеда болады. Енді тұз бен қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Лавр жапырағын және ұнтақталмаған қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз.
сөйлөө бөліну үшін 2 сағатқа бетін жауып қоямыз. 2 сағат өткен соң аскөгімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Қақпағымыз бен банкамызды қайнаған суды залалсыздандырып аламыз. Енді салаттарымызды салып шығамыз. Мен 1 литрлік банканы қолдандым. Менде шамамен 10-11 литр салат шықты. Шанышқының көмегімен осылай бос орын қалмас үшін итереміз. Ең соңында салаттан бөлінген сөлдерін банкаларымыздың бетіне құйып шығамыз. Енді банкаларымыздың қақпақтарын жай жауып, қатты жаппаймыз. Ыдысымызға астына осындай орамал немесе мата төсеп, үстіне банкаларымызды қойып шығамыз. Міндетті түрде салқын суды құямыз. Видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. Сосын қатты отқа қойып, қайнаған уақыттан бастап 1 литр банкілерді жарты сағат қайнатамыз. Егер жарты литр болса, 20 минут қайнатып аламыз. Жарты сағат өткен соң банкаларымызды алып, қақпағын қатты жабамыз. Банкаларымызды теріс қаратып қоямыз. Үстін жылы көрпешемен немесе жылы орамалмен жауып қоямыз. Осылай 1 тәулік тұруы тиіс. Қысқа арналған күзгі салатымыз дайын. Сіздермен болған Әсел.